Ассалаумағалейкум армысыздар. Сөз қадірін өз қадірім деп білетін арда қазақтың ұрпақтары. Санаға сәуленің аса құрметті көрермендері. Алдарыңызда әдеттегідей педагог, қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Түгел сөздің түбір түп атасы майқы би деп түйіндейді біздің қазақ. Өнер алды қызыл тіл деп бағалайды. Жалпы сөздің құнын, қадір қасиетін бағалау да енді біз дүниеде қандай бір ұлтпен де иық теңестіре алатын шығармыз деп ойлаймын енді. Жаңа небір біздің марғасқа шешендеріміз, би көсемдеріміз, артына өлмес сөз қалдырған ақындарымыз, ақылмандарымыз болсын, бәрі әрбір сөздің нарқын білген, парқын білген, сөзден түйін түйген, 90 ауыз сөздің толықтай түйіні деген. Қараңызшы, қандай ғажап. Әрине, тарих туралы айтар болсақ, талас көп, оны айтатындай бір үлкен тарихшы емеспіз. Десе де, бізде енді бір сан ғасырлық бір жазба тарих деп жаңағы анау бір мыңжылдықтарға созып айта алмаймыз. Ұлттың болмысын танып білу ол аяқталған жоқ. Біз бодандықта болдық та, енді біздің тарихымызды басқалар бұрмалап жазды. Өткенімізді өзімізге жаманатты етіп көрсетті. Ұлт үшін күрескен небір аяулы тұлғалардың тарихта қалған, таңбаланған. Оларды керек болса сол ұлттың жауы ретінде, жауыз ретінде, феодал күш ретінде көрсетті, білесіздер. Сонымен қысқасы жаңағы жеңілген елдің тарихын жеңген ел жазады дейді ғой. Біздің тарихымызды орыс жазды, Қытай жазды, басқа жазды, бәрі өз мүддесіне қарай бұрмалап, пайдаланып, солай жазып көрсетті де, біз ол жағынан шынайы тарихи тамырымыздан ажырап қалдық. Ал енді тәуелсіздік алғалы осы 30 неше жыл уақыт, әрине бұл ұзақ тарих үшін тым қысқа уақыт, қас қағымдық сәт. Оған енді небір біздің тарихшыларымыз кірісіп, әйтеу жаңағы деректерді жинақтап, сол жаңағы Қытай, орыс және басқа да мына парс тарихшыларының ертедегі жазған тарихи жазбаларын, жәдігерлерді, сондағы еңбектерін пайдаланып, өзіміздің біз таза тарихымызды табуға еңбектерім жатқан жайы бар. Әрине, оны да енді бағалай білу керекпіз. Дегенмен де біз әлі толыққанды төл тарихымызды қалпына келтіре алмадық. Сондықтан да біз әлі толық ұлттық болмысымызды, таза ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық идеологиямызды қалыптастыра алмай жатқан елміз. Мойындау керекпіз. Бірақ десе де сол ұлтты тану деген нәрседе, оның енді танудың әр жағы болады ғой. Енді тарихи тұрғыдан тану, ұлттың салт дәстүрімен тану, оның тілі арқылы тану, жаңағы енді көнеден жеткен сол жәдігерлері арқылы тану деген сияқты, осы ұлттың жалпы интеллигенциясы арқылы тану деген түрлі танулар бар. Ал енді менің бүгінгі таңда осы қысқа ғана видеода шығарылымда енді осы ұлттың сөзі арқылы тануға бір ой қозғамақшымын, сіздерге сол ойымды бөліспекшімін. Жаңағы енді түгел сөздің түбір түп атасы майқы би деп айту бізде бар. Енді басқа халықта қалай айтады оны білмеймін. Енді мен кезінде бір компанияда жұмыста болғанымда, жаңа Александр деген бір жігітпен енді бірге жұмыста болдық 3 жылдай. Ол қазақ тілінде де жақсы білетін, қазақша оқыған орыс азаматы. Содан бір сұрағаным бар, енді бізде қазақты ұстап айтады, түгел сөздің түбір түп атасы майқы би деп, сол сияқты сендерде де бар ма осындай балама ретінде айтылатын сөздің қадірі, нарқы туралы? Түгел сөздің түбір түп атасы көркей би деген сияқты деп қалжыңдағаным бар. Сонда ол басын шайқап күліп, енді бізде ондай сөз жоқ екен. Енді әрине басқа да түрлі мақал мәтел бар ғой, ондай сөз жоқ деген болатын.
Енді Қытайда да ондай сөзді мен енді өзім оқыған әдебиеттерде болсын кездестірмедім. Иә, сонда енді осындай бір керемет жауһар енді мақал мәтелдердің философиялық мағынасы, оның түп түсуі, оның кейбіреуінің тіпті дәлдік дәрежесінде де таң қаласың енді шынымен де. Өзің енді ұлттық уызыңа жарып өскен ұрпақ болғаннан кейін жаңағы сөз арқылы сол ұлттың жаңағы болмысын, потенциалын, деңгейін, құндылығын енді бағамдайсың ғой. Енді әр ұлтта бағамдайды ғой. Енді жаңағы Асқар Жұмаділдаев ағамыз айтпақшы, енді тарихпен, тілмен мақтану енді ол даңғойлық деді. Рас, жаңағы менің тарихым терең еді, менің тілім бай еді деп айтқаныңмен басқа кез келген ұлттың қайсысы дейді, менің тілім кедей, менің тарихым тым қысқа, таяз, мақтанатындай ештемем жоқ деп ол айтпайды дейді. Расында солай. Әр ұлтқа өзінің тарихы құнды, өзінің тілі бай. Міне, сонымен мақтанады. Ол дұрыс, оның бәріне бірдей қарау керекпіз ғой. Мен енді салыстырмалы түрде айтпақшымын да. Жаңағы біз сөз қуған халықпыз деп ете саламыз, иә. Жоқ, ол енді сөз қуу деп бір шетке сыра салуға болмайды. Сол сөз арқылы біз танимыз ғой. Адамның өзі бүкіл жаралыс дүниесінде басқа енді хайуандар саналы дейміз, саналы жаратылыс. Иә, солай болған сыртында енді бұл жерде сөз деген нәрсе ол өте маңызды бір айрықша бөлек дүние. Ол тіке тіл қатысып сөйлесу, сондай бір күрделі қоғамдық қарым-қатынас құру, әр ұлттың тілінің өзінің бір бөлек болуы, оның жаңағы сол ұлттың тіліндегі қалыптасқан сол мақал мәтелі болсын, идиомдары болсын, сөз тіркестері, жаңағындай мәтелдері, сол өзінің бір ерекшеліктері болады ғой. Бір ұлттың тілін поэзия тілі деп жатады, бір ұлттың тілін жаңағы проза тілі, сондай бір ғылым техниканың тілі болды деп жатады ғой. Енді әр жағынан өзіндік бір бағалайтын критерийлері бар. Оны тіл мамандары зерттеп жатыр. Олардың еңбектерінен кездестіресіздер дегендей. Енді мен жерде бір мақал мәтелдерге тоқталсақ, жаңағы сөз қадірін өз қадірім деген қандай керемет та. Енді ол кім кісіге де солай, жеке адамға да оның бір сөзінен танисың, оның өзін сөзінен танисың. Сөзі салмақты, ой саларлық, тұшымды, қысқа, нұсқа болатын болса, ол адам міне одан бір әңгімелесу болатын, білімді, бір интеллигент, сондай көрініп тұрады. Сөзімен ақ өзін баура болады да. Ал ендігі ауыздан не түссе соны сөйлейтін, не айтып не қойғанын білмейтін, екі сөздің басын қосып құра алмайтын адамдардан енді ол кім кісі бір тұшымды бір әңгіме ести алсын. Оның деңгейінің қаншалық екені содан ақ белгілі болады ғой. Енді мынандай сөз бар бізде. Қазақта айтады, біз дегдар болдық, мәрт болып, батыр болдық дейміз ғой. Бұл уәдесінде тұрған, аманатқа қиянат қылмаған. Сонда жаңа айтады, иә, қазақ айтады, малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы дейді. Бұл деген енді сол ұлттың өте үлкен потенциалын көрсетеді. Бұл өте биік бір деңгей. Тап осы екі сөзге сыйғызып тұр өзінің қазақтың кім екендігін көрсететін сөз деп ойлаймын мен. Мысалы енді ағылшында осыған балам ретінде мақал бар екен. Білесіздер, ағылшын ұлты бұл енді әлемнің қазіргі енді держава мемлекет құрған, ертеден отарлаған, ғылым техникасы дамыған, өркениеті өскен, мәдениеті нығайған, жан-жақты бүкіл әлемдік ақпарат кеңістікті де жаулаған, өте бай қуатты. Мысалы Англия, Америка десе енді ол білмейтін адам жоқ. Ол ағылшын тілін үйренгісі келмейтін адам жоқ. Кішкентай баладан тартып бәрі, тіпті мектепте ол көп елдерде, жалпы әлемдегі барлық елдерде ағылшын тілі оқытылады, білесіздер. Сонда ағылшын ұлтын енді ол жақсы жағын үйренеміз ғой, әрине. Өзімізге үлгі етеміз. Сонда жаңағы ағылшынша бір мақал бар екен, кездестірдім, сонда айтады. Жаңағы біздің ана мақалымызға бір балама болатындай. Food is for our life isn't for food деп айтады да. Енді осыны қолданғанда олар үшін бір керемет бір жаңағы ұлттық бір потенциалын көрсетіп сөйлегендей болады ғой. Енді оның аудармасы жаңағы food is for our life. Тамақ біздің өміріміз үшін.
Our life isn't for food. Біздің өміріміз тамақ үшін емес дейді, тіке аударғанда. Көрдіңіз ба? Оны қазақ жаңағы малым жанымның садағасы деген екі-ақ сөзбен жаңа ағылшындардың айтатын екі сөйлем мақалын ұрып алады. Ол онымен тоқтап қалмайды. Ары қарай енді айтеді, жаным арымның садағасы дейді. Міне, қандай биік деңгей, потенциал, не деген дегдарлық мынау. Қайдан қалмай тұра алмайсыз енді. Мен оған бұл енді әрине біздің ұлтымыз ағылшыннан мықты, тарихта мықты болды деп былай бөліп жарып айтқандығым емес. Біздің өзіміздің ұлттық жаңа болмысымыздағы менталитетіміздегі ішкі потенциалымыз, өзіміздің кім екендігімізді осы бір сөзімен айшықтады-ау, осы көрсете білді-ау. Біздің бұрынғы бабаларымыз сөзіне ісі сай болды, жаңағы уәдесіне опа қылды, аманатқа қиянат жасаған жоқ. Жаңағында енді малды не үшін де мақтан үшін емес, жаным садағасы деген сөз, малды, дүниені өзінің қажетіне жұмсайды, жанбағыс күнкөріс қамы етеді, артығын бөліседі, ел жұртына қайыр қылады, оны сол қажетке ғана жұмсайды да. Ал керек болса, жаңағы жаным дегенде сондай бір бүкіл мал мүлкімен қорғап тұрған жаным арымның садағасы дейді ғой. Сол ар дейтін нәрседен артық биік ұғым жоқ қазақ үшін. Ар алдында қазақ жаңа бетінің жарық болуын ойлаған. Сол ар жолында өзін арнаған, керек болса сол арын қорғау үшін, намысын қорғау үшін, ұятын сақтау үшін жанын құрбан еткен ғой. Міне, қандай керемет та. Бұл принцип болған қысқасы. Әрбір есі дұрыс қазақ азаматы үшін принцип, өмірінің ұстанымы болған. Не деген керемет дегдарлық. Содан кейін айтып отыр ғой, тағы жаңағы өлімнен ұят күшті дейді. Қараңызшы енді. Ұятты, арды өзінің жанынан биік жалау етіп көтерген. Ал қазір қалай? Қазір біздің тіліміздің ұшымен айтамыз, бірақ соған амал ете аламыз ба? Әй қайдам. Біз ұсақталдық қой, мойындаймыз, Әзір уәде беріп бір нәрсеге келісушінде өзі нотариус бенен жұмыс жасалады, қайт еткен нәрсе. Сондықтан да аттам сайын нотариус көп қой қалада. Қай жерде болмасын. Сенім жоқ болды. Уәдеде тұра алмайтын болдық. Біз жаңағы малым жаным садағасы, жаным арым садағасы дегенде керісінше болып жатқан жағдай көп болып тұр. Қараңызшы, керісінше ары жаным садағасы, жаны малдың садағасы болып кетіп жатыр. Материалистік көзқарас алға озды. Ұлттық идеология жоқ. Өзгенің қаңсығы бізге таңсық болуда. Өз-өзімізді бағалай алмадық. Бұрынғымызды тани алмай жатырмыз. Қазақ болып туғаны бір мазақ болып туғандай болатын адамдар бар. Сондықтан да орыс тілде сөйлеу мақтан, ағылшын тілде сөйлеу мақтан, өзінің қазақ екендігін айтудан арланатын, ұялатын адамдар да жоқ емес, білесіздер. Тіпті қазақтың ұлтшылдарын үңгірдегі ұлтшылдық деп айтқан министрлер болған, білесіздер. Бір кездегі Дәурен Абаевтың аузынан шыққан сөз. Қараңыздар. Қанжылатын нәрсе көп. Сондықтан енді біз өзіміздің кім екендігін, кім болғандығымызды, қандай халықтың ұрпағы болғанымызды білу үшін бір әрбір мақал мәтелінің мәніне үңілетін болсақ, соны түсінеміз. Мақтаныш етуге әбден болады. Сол өмірінің принципін айланған, өмірінің жаңағы жалауы жықпайтын, мәңгілік төбесіне көтеріп жүретін киесі болатын осы сөздердің мақал мәтеліндегі мағынасын түсінсек, соны өмір сүрудің принципін айландырсақ, біз қателеспейміз. Біз еш жерде ұтылмаймыз. Адам несімен адам? Ар намысымен, ұятымен адам ғой. Ар намыстан, ұяттан айырылған адам, ол хайуаннан бетер болып кетеді. Сондықтан
Құрметті ағайындар, арлы, намысты болайық. Малымыз жанымыздың садақасы, жанымыз арымыздың садақасы болсын. Аман, сау болыңыздар.